Балабақша, мектеп, бюджеттік организация ұйымның қызметкерлері мемлекеттік атқарушы органдардың мүмкіндігіне сәйкес үйге кезекке қалай тұру керек және қандай құжат тапсыру керек және оны қандай сайтта жүзеге асыру керектігі туралы ақпаратты толық білгіңіз келсе, сайтқа жазылыңыз. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астындағы комментарийға қалдырыңыз. Алдағы уақытта үйге кезекке қою, қалай қою керек және қандай құжат тапсыру керек, осы видеода кейінгі келесі видеода көрсететін боламын. Каналға жазылыңыз. Сұрақтарыңызды, қандай да бір сұрақтарыңыз пайда болса, видеоның астына комментарийға қалдырыңыз. Барлығына толық жауап берем және видеода толық көрсететін боламын.